Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай керемет көтерілетін булочканың қамырын қалай замор істететінін ашытып көрсететін боламын. Бірінші ыдысымызға тұз салам, 5 грамм, 100 грамм шекер салам. Өйткені булочка дәмді болу керек. 5 грамм дрожжи салам. 2 жұмыртқаны жарып салам. 150 грамм сүт құям. Сүтмен де салқын. Сондықтан да үстінен 50 грамм қайнаған су құям. Сонда біздің тестамыздың жылы болады. Енді 50 грамм сұйық май құям. Қасықпен араластырып, ұнымызды алдын ала ерітінділіктен өткізілген жайлап салып араластыра бастаймыз. Алғашқы кезде осындай қасықтың көмегімен қозғаймыз. Кейін қолымызбен жақсылап қамырды илейміз. Қамыр қатты болмауы керек, жұмсақ болу керек. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 30-40 минутқа ашытуға қоямыз. Міне қамырымыз ашыды, әдемі болып көтерілген. Жұмсақ қамыр негізі осындай деп ашу керек. Енді осы ашаған қамырымызды суға қолымызды малып отырып бір қайырып қоямыз. Сол кезде біздің тестамыз әдемі болып, булочкамыз әдемі көтерілетін болады кейін. Осылай қолымызбен қайырамыз. Қайырып болып, тағы да бір 10 минутқа қоямыз. 10 минутқа қойдық. Қамырымыз қайтып көтерілді. Міне, енді осыны қайтып басып, содан кейін барып біз тоңазытқыш морозилкаға салуымызға болады. Мен морозилкаға салдым. Менде пластмасса морозилкаға сала беруге болады. Немесе сіздер пакетикке салсаңыздар да болады. Морозилкадан керек уақыттарыңызда осылай алып, бір айға дейін тұра береді. Алып өстіп 3-4 сағатқа сыртқа шығарып қойсаңыздар, бөлме температурасына қамырымыз осылай көтеріледі. Тестадан енді булочка жасай беруімізге болады. Достар, рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шанына басуды ұмытпаңыздар.